Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен керемет бризоль пісіретін боламыз. Ең алдымен фаршымызға осылай қара бұршымызды себеміз. Оның үстіне тұз қосамыз. Және оның үстіне кішкене сүт қосып, жақсылап араластырамыз. Енді өз қалауларыңыз бойынша пияз қоссаңыздар да болады. Осылай барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Бризольдің нақты мөлшерлерін осы видеоның астына жазып кететін боламын. Енді осы араластырған фаршымызды осылай дөңгелектеп бөлек ыдысқа қоямыз. Мен осылай әр бризольға өзіне ыңғайлап, шақтаулы қылып, осылай дөңгелектеп қойдым. Өздеріңізге ыңғайлы болу үшін. Мінекей менде 7 бризоль шықты. Енді осы әр бризолімізді осылай салафанға кішкене май жағып астына осылай бризолімізді салып, тегістеп жайып аламыз. Мінекей дәл осылай тегістеп аламыз өзімізге ыңғайлы болу үшін. Енді бөлек ыдысымызға жұмыртқамызды салып, әр бризольға бір жұмыртқадан кетіреміз. Бөлек ыдысқа осылай жұмыртқамызды жарып алып, оның үстіне сүт құйып, оның үстіне тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз. Міне біз жақсылап араластырып алдық. Енді осыны кезек-кезек бөлек-бөлек әрқайсысын блинчик сияқты, құймақ сияқты бөлек пісіріп аламыз. Міне дәл осылай, міне біздің құймағымыз пісіп жатыр. Видеода көріп тұрғандарыңыздай дәл осылай пісіріп аламыз. Міне біздің жұмыртқадағы жаңағы жасалған блинчиктеріміз дайын. Енді осының үстіне жаңағы салафандағы фаршымызды саламыз бетіне. Міне ортасына жақсылап фаршымызды тегістеп салып аламыз. Оның үстіне енді мен помидор турап салдым, қызанақты. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша помидор, оның үстіне сыр қоссаңыздар да болады. Әркімнің өзінің қалауы. Енді осыны орап, бризольдің формасы тәрізді етіп осылай ораймыз видеодағыдай. Ыдысымызға пергамент бумагасын, қағазын төсеп, осылай бризольдарымызды қойып, духовкада 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Мінеге қараңыздаршы, бризоліміз әдемі, өте дәмді болып шықты, өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Гарнирына әрқайсыңыз өздеріңіз білесіздер, пюре немесе күріш.